Сосын бүгін тіске барғанмын, образдан бері бұрында барып жүрген, мен бармайын дедім. Өйткені ұнамады, өмір дұрыс емес болып жүрді. Сол тістерімді басқа біреуді тауып алдым дейді. Танысым арқылы таптым, сол жаққа бардым. Барғаннан кейін тісте жатырмын ғой, енді соны сұрап, аузым жабылмай айтады. Сосын ана апай айтты, сен енді тұра тұр, мен айтайын деді ғой. Йо дедім, тағы да аузым жабылмай лыпылдап қойдым. Жатырмын, ана жақта бала жылап отыр. Бала жылаған сайын мен одан заман жылағым келіп жатыр ғой. Просто өз-өзімді ұстадым. Екеуміз екі жақтан жыласақ масқара болады ғой. Оған ладно, енді ол кішкентай ғой, мен дәумін, дәу деп болып жылап. Сосын өзім жайлып қоямын, уколға аллергияңыз бар ма дейді, бар ау деп қоямын. Еще айтқанмын ғой, аллергиям бар, бір рет жаман басым айналғам деп. Ол айтады да, ол аллергия болса сен осы жерде болмай кетесің, если аллергияң болып жатса, ол значит басқа нәрседен болған деп сөйтіп жатырмын. Еще айтады, болмаса сенікі бұл жерге негізі уколда керек емес, шамалы шыдасаң болады. Жоқ қой дедім, ондай шамалы шыдау деген жоғынан дедім. Ондай жоқ білмей жатайын да дедім, кайфовать етіп. Сосын бір кезде енді болды, болғаннан кейін иектеріңе қазір бинтпен маз жағып беремін, соны сен жұтып қой деді да. Енді сөйтіп жұтып жүр, енді көмектеседі, бір жағынан асқазанға да көмектеседі. Ладно дедім, 2 бинт салып берді да. Енді сосын ойланып жатырмын ғой, енді ойбай, ол бинтті қақтан шығады. Мен деген стоматологқа келмегенме 1,5 жылда жейтін бинт шыққан ба деп ойланып жатырмын. Кәдімгі шынымен де бинт жеу керек. Қалай жұтсам екен дедім, ойлап қоймын. Еще азынан бері тамақ жеген жоқпын, смело жұтамын ғой қазір мынаны. Дәмі де біртүрлі неприятный екен. Өлі масқара, жұрт деген орында тұрмайды деген. Илон Маск аняға ұшырып жатқанда, конечно, жейтін бинт шығарады. Конечно, жейтін бинт ол, значит, шайнап жеуге бола берді. Өзімше жатырмын, қазір жейміз деп қалай болса. Соны уайымдап кеттім, шыққаннан кейін енді ұятта болса сұрайын дедім, масқара болып, мынау жеуге болмайтын болып жеп қойып, болмаса жеу керек болған нәрсені тастап жіберіп масқара боламыз деп сұрап кетіп бара жатқанда айттым, мынаны енді бинтті қалай жұтамыз, алпымыз жұтамын ба. Бля, жоқ, жұтпайсың, енді бинттен жаңағы маз жақтың сол бөлінеді, сол сілекейіңмен кетеді ғой. Ойбай, құдайға шүкір дедім, масқара болып жаңағы бинтті жұтып, ол бинтті құртылмай, срочно жаңағы неге барып, жаңағы скорый келіп, скорый сұрап, скорый біреулерді шақырып, журналистер айтты, бинт жұтыпты деп. Тарихымызда бірінші рет болған, бинт жұтқан қыз бірінші рет көрді деп хайбай болып, сондай жаңалықтарға кетіп қаламын деп қорқым, есіме түсті. Ойбай, масқара дедім, такой степени дурасың ба дедім. Үй алып кеттім, өзім сұрағанмын, шыққаннан кейін. Баратын жерге дейін барам деген ойланып бардым, масқара, бинт жұтқан істейін, дұрыс емес. Илон Маск дамыса дамыған шығар, жейтін бинт шықпаған ғой, гарантия ондай болса. Өмір позорым шығады жүрді ғой.